Сәлем баршаңызға, сіздермен бүгін өте дәмді болып шығатын тауық етінен жасалатын ұн қуырдақтың рецептімен бөлісетін боламын. Дәмі өте ерекше болып шығады. Достар, мен арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Мен мұнда тауықтың төс етінен жасаймын. Дәмі тіптен ерекше болып шығады, достар. Барлығын дәл осылай турап дайындап алыңыздар ең алдымен. Барлығын дәл осылай ұзыншалап турап алсаңыздар, видеодағыдай подливасы өте әдемі болып көрінетін болады. Достар, мұнда мен Instagram парақшам бар. Instagram парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Барлығын дәл видеодағыдай турап алғаннан кейін қазанымызды қыздырып, үстіне майымызды құйып, ең алдымен пиязымызды қуырып алатын боламыз, жақсылап сарғайғанша. Пиязымызды жақсылап қуырып алғаннан кейін үстіне етімізді салып, етімізді де жақсылап қуырып алатын боламыз. Етіміз бен пиязымыз жақсылап қуырылғаннан кейін үстіне сәбізімізді салып, тағы да аздап қуырып алатын боламыз. Сәбізімізде жақсылап қуырылғаннан кейін үстіне тәтті бұрыштарымызды салып, тағы да қуырып аламыз. Барлығын жақсылап қуырып алсаңыздар, дәмі тіптен ерекше болып шығады. Мен ешқандай приправа қолданбаймын, тек қана қара бұрыш және тұз саламын, болды. Қара бұрышыңызды салбаңыз, татымына қарай тұзымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, кішкене қуырып алыңыздар. Үстіне жарты бокал суымызды құйып, жарты ғана бокал 50 граммдай су құйыңыздар, жеткілікті, және де бет қапағын жауып, жай отта бұқтырып қойыңыздар. Ал енді қамырына кірісеміз. Менде бір жұмыртқамызды ыдысымызға жарып, үстіне тұзымызды салып, тағы да жарты бокал су құйып алдым. Жарты ғана. Мінекей, тұзын жақсылап еріткеннен кейін үстіне ұнымызды салып, қаттылау қамыр илейтін боламыз. Түйіршік қалмайтындай етіп, жақсылап иін қандырыңыздар. Пленкамызға салып, 20 минутқа қамырларыңызды тұндырып қойыңыздар. 20 минут тұрған қамырымызды алып, тағы да иін қандырып, тағы да осылай дәл осылай видеодағыдай илеп алып, тағы да 10 минутқа қойып қойыңыздар. Мінекей достар, 10 минут тұрған қамырымызға ұнымызды сеуіп, дәл осылай екі бетіне қарата отырып, қамырды жаюға дайындап алыңыздар. Тез жайылып, қамырларыңыз дөп-дөңгелек болып шығатын болады. Осылай тағы да екі бетіне орай отырып жайсаңыздар, қамырларыңыз бір шеті қалың, бір шеті жұқа болып қалмайды, біркелкі болып жайылатын болады.
Міне достар, мен қамырымды жайып болдым. Біркелкі барлық жері бірдей қамырларымыз дайын. Осы қамырларымызды екі бөлікке бөліп, бөлінген бір бөлігін үшке, екіншісін тағы да үшке бөліп, 6 бөлікке бөліп алдым. Енді осы бөлінген қамырларымызды кептіріп алатын боламыз. Тоқ пешіміздің табасын қатты қыздырып алыңыздар. Қатты қызғаны дұрыс. Қамырларымызды осылай бетіне қоя отырып 2-3 минуттан кептіріп аламыз. Қыздар, қатты кептіріп жібермеңіздер, сынып кетуі мүмкін. Сынып кетсе, ол кеспе кесуге тура келмей қалады. Қатты кеуіп кетсе, сәл ғана бір-біріне жабыспайтындай етіп, бүктеген кезде сынбайтындай етіп кептіріп алыңыздар. Мінекей, менің барлық қамырларым әдемі болып кептіріп алдым. Ыстық противенге қойып, мінекей достар. Енді кезекте осы қамырларымызды үшеуін қабаттастыра отырып, бір-біріне дәл осылай видеодағыдай орап, кеспе кесетін боламыз. Мінекей достар, жіңішкелеп кессеңіздер әдемі көрінеді. Бір-біріне жабыспай өте керемет болып шығады. Мінекей. Тағы да үшеуін қабаттастыра орап, екінші бөлігін, оны да дәл видеодағыдай кесіп аламыз. Кепкен, жақсылап кептіріп алсаңыздар, сынбай, өте керемет бір-біріне жабыспайтын қамырымыз дайын. Неге достар, жаңағы жай отта қайнап жатқан подливамыздың бетіне тағы да жарты стакандай су құйып жіберіңіздер. Оны қайнауын күтіп, қайнағаннан кейін үстіне жаңағы лапшаларымызды салып шығамыз. 15 минутқа осы өзінің буында пісетін болады. Қозғамаңыздар ешқандайда. 15 минуттан кейін, 15 минут тұрып, уже қамырларым пісуге даяр. Енді кезекте араластырып, жақсылап, тағы да 5 минутқа бұқтырып қоясыздар. Жақсылап араластырыңыздар, арасына майы, подливтары кіргені жақсы, өте дәмді болып шығады. Тағы 5 минутқа қалдырыңыздар. Мінекей достар, менің ұн қуырдағым дайын. Дәмі өте ерекше болып шықты. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіздер. Алдағы уақытта оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.